Саламатсыңдар ма балалар? Осы жолы біз жұмбақты шешіп көрелік. Ендеше дайын болсақ бастаймыз. Кезекті бұл жануар, үстінде екі тауы бар, мойны ұзын, көзі үлкен, бұл не өзің тауып ал. Жауабы түйе. Асты тас, үсті тас, ортасында шандырбас. Бұның жауабы тасбақа. Қанаты бар, қауырсыны жоқ. Бұл не? Жауабы жарқанат. Бұның қауырсыны болмайды. Күндіз тіпті ұшпайды, түнде тышқан ұстайды, көзі шамға ұқсайды. Бұл не? Жауабы жапалақ. Жазу жазып жалықпаған, жаза арықтаған. Таба алдыңдар ма? Бор жауабы. Келесі түрі жылқы бейнесі, жолақ жейдесі. Бұл әрине зебра. Оңай болған шығар табу. Сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Бұл қарбыз. Қабат қаттама, ақылың болса аттама. Бұл әрине кітап. Жіп жіңішке денесі, ортасында шегесі. Бұл не? Бұл қалам. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Бұл күн. Жұмбақты шешу оңай болды ма? Осымен жұмбақтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше арнаға жазылуды ұмытпаңдар балалар.